Дінмұхаммед Әбжаппарұлы жалпы пендеміз ғой, адамның тірі күнінде қадірін онша біле бермейміз. Өлгеннен соң өкініп қалатынымыз бар. Бұлай жасамаппын, бұлай болғанда басқаша болар ма еді деген секілді. Енді Закария ұстаз туған ағаңыз. Қазір жаныңызда болса, не айтар едіңіз? Бауырыңызға басып бір құшақтар ма едіңіз? Әрине. Өмірге Аллаға тағдырына иман келтіреміз. Беруші де алушы да бір Алла Тағала. Әрине қазір болғанда құшақтап аға сағындым деп айтатынмын, бірақ бұл өмірде бұл болмайды. Сол үмітіміз, ниетіміз, сол иншалла қияметте бірге боламыз, пайғамбарымыз жанында боламыз деген ниет. Астанаға келіп тұратын, қызметте жүрген уақытта, енді ол кісі де қарапайым киінетін, киімге қатты көңіл бөлінбейтін да. Базарға апарып, көке, аға, міне кәсім шалбар қайсысын киесіз, сіз ұстазсыз, мешітте имамсыз сіз, алдыңызға халық келеді, жұрт келеді, әдемі киініп жүруіңіз керек деп базарға апаратым. Демалысқа келген уақыттарда бірге жүріп, айланып жүретін мешітті, медресені айланатымыз кешке, әңгімелесетіміз, аға осылай, мен жұмысым сұрайтын, өзінің ақылық кеңестерін, ақылық насихаттарын айтатын. Және де бірігіп, жаспыз ғой енді, сол елге бірге қызмет жасасақ, әкеміз үмітін бірге ақтасақ деп, бауырларға бақыт бағдар беретін аға болсақ деп, сонда армандайтымыз. Ол кісінің есім алған сайын, жүрегім бір езіледі, өйткені сол қалайтын нәрсеміз енді сол тірі болса қызметінде болар едім деген.